Қазақстан мұнайға, газға, алтынға, уранға бай ел. Жерінің астыда үстіде қазына. Бірақ сұрақ туындайды: неге халықтың жағдайы нашар? Неге ауылда жарықсыз отырғандар бар? Неге жастардың басым бөлігі шетелге кеткісі келеді? Бүгін біз осы сұраққа жауап іздеп көреміз. Қазақстан әлемдегі уран қорының 40%-ін иеленген ел. Мұнайымыз да бар. Каспийдің қайраңында жатқан қара алтын триллион доллар тұрады. Алтын, күміс, көмір, мыс бәрі бізде жеткілікті. Бірақ сұрақ: осы байлықтан қарапайым халықтың қалтасына не түсіп жатыр? Байлық халықтың емес, белгілі бір аз ғана топтың қолына шоғырланған. Олигархтар, клан деген сөзді жиі естиміз. Олар табиғи ресурстарды жеке меншікке айналдырып алған. Халыққа тиесілі байлықтың қызығын халық емес, солар көруде. Қазақстандағы орташа жалақы 400-500 мың теңге дейді. Бірақ бұл статистикадағы сандар ғана. Шын мәнінде көпшілік 200 мыңның айналасында айлық алады. Азық-түлік бағасы шарықтап кеткен. Айлық күнделікті өмірге жетпейді. Бай елдің тұрғыны болып отырып, халық кедейлікпен күресіп жүр. Жол салуға миллиард бөлінеді, бірақ 2 жылдан соң бұзылады. Ауруханаға ақша бөлінеді, бірақ дәрі тапшы. Мектепке қаржы бөлінеді, бірақ әлі күнге дейін 3 ауысымдық білім бар. Ақшаның бәрі жолдан жоғалады. Себебі жүйе солай құрылған. Халық байлықты иелене алмайды, реформалар жасалғанымен нәтиже шықпайды. Қазақстан бай мемлекет, бірақ халқы кедей. Бұл парадокс қашанға дейін жалғаса береді? Сіз қалай ойлайсыз? Біздің байлық неге халыққа жетпей жатыр? Өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоның сілтемесін жақындарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз.